Елімізге Тәжікстан Республикасының қорғаныс министрі генерал-полковник Шерали Мирзо бастаған әскери делегация келді. Қорғаныс ведомствосында екі елдің қорғаныс министрлері генерал-полковник Руслан Жақсылықов пен генерал-полковник Шерали Мирзоның кездесуі өтті. Тараптар әскери саладағы қарым-қатынастардың ағымдағы жай-күйін талқылады. Делегация ұлттық қорғаныс университетінде, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларындағы қорғаныс өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындарында болды. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Сарыөзек гарнизонында қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықовтың басшылығымен қарулы күштер командалық құрамының көшпелі жедел кеңесі өтті. Кеңесте құрлық әскерлерінің 2024 жылғы 1 тоқсанындағы қызметінің нәтижелері шығарылды. Жауынгерлік және жұмылдыру дайындығының жай-күйі талданды. Тактикалық буын офицерлерінің кәсіби және командирлік дайындығының жай-күйі қаралды. Аумақтық қорғаныс бөлімшелерін даярлауды ұйымдастыру мәселелеріне назар аударылды. Әскери тәртіп пен құқықтың тәртіпті арттыру жұмыстарының қорытындысы айтылды. Қорғаныс ведомствосының басшысы генерал-полковник Руслан Жақсылықов Түркия ұлттық қорғаныс министрінің орынбасары Белял Дурдала бастаған шетелдік делегацияны қабылдады. Делегация құрамында қорғаныс ведомствосының, Қазақстандағы Түркия елшілігінің және қорғаныс өнеркәсіп кешені кәсіпорындарының өкілдері бар. Кездесу барысында әскери техникалық ынтымақтастық аясындағы өзара іс-қимыл аспектілері талқыланды. Астанада Қазақстан Республикасы ұлттық қорғаныс университетінің базасында Шанхай ынтымақтастық ұйымы қорғаныс министрлері кеңесі жанындағы сараптамалық жұмыс тобының 19-ші отырысы өтті. Тараптар сараптамалық жұмыс тобының 18-ші отырысының хаттамасын іске асыру барысын және ағымдағы жылдың сәуір айында Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қорғаныс министрлерінің кеңесін дайындау бойынша әдістемелік ұсынымдар жобасын қарады. Сондай-ақ топ отырысында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бейбітшілік кернейі 2024 әскери оркестрлер фестиваліне дайындық туралы ақпарат айтылды. Елордағы Әзірбайжан қорғаныс министрлігі ұлттық қорғаныс университетінің әскери ғылыми зерттеулер институты гуманитарлық ғылымдар бөлімінің бастығы полковник Яшар Керимов бастаған әскери делегация келді. Шетелдік қонақтар Қазақстан ұлттық қорғаныс университетінің оқу материалдық базасымен, ғылыми зерттеу қызметімен және даму перспективаларымен танысты. Ал әскери оқу орнының бастығы генерал-майор Асқар Мұстабеков жоғарғы оқу орындары арасындағы ынтымақтастық пен ғылыми алмасу оқу орындарының профессорлық оқытушылар құрамының біліктілігін арттыруға ықпал ететінін атап өтті. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының жауапкершілік аймағындағы Голланд биіктігінде орналасқан Пауар бітімгерлік базасында Қазақстанның бітімгерлік контингентіне ұйымның туын табыстаудың салтанатты рәсімі өтті. Іс-шараға Біріккен ұлттар ұйымының бөлінуді бақылау жөніндегі күштері миссиясының басшысы генерал-лейтенант Құрмал Нирмал және миссия құрамындағы бітімгерлік контингенттердің басшылары қатысты. Қостанай, Абай, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарында жергілікті халыққа әуе қорғанысы күштерінің, аумақтық қорғаныстың, әуе қорғанысы күштері әскери институтының жеке құрамы және басқа бөлімшелердің әскери қызметшілері көмекке келді. Ұшу экипаждары су тасқыны аймағында күндіз де түнде де жұмыс істеді. Іс-шараларға Ми-171Ш, Ми-17 және Ми-8 көліктік жауынгерлік тікұшақтарының экипаждары қатысты. 2 тәулік ішінде апат аудандарынан көліктік жауынгерлік тікұшақтардың экипаждары эвакопункттерге 300-ге жуық адамды, оның ішінде 60-тан астам баланы жеткізді. Батыс Қазақстан облысының аумақтық қорғаныс бригадасының әскери қызметшілері тұрғын үйлерді, әкімшілік ғимараттар мен жолдарды су басудан қорғауда. Эвакуациялау және көмек көрсету жұмыстары жалғасуда. Су басу қауіпінің алдын алу және жергілікті халықты құтқару шаралары әлі де жалғасуда. Қарулы күштерден барлығы 330-дің үстінде әскери қызметші және 15 бірлік әскери техника мен авиация жұмылдырылды. Әскери қызметшілердің 80-нен астам баласы Балдәурен орталығының филиалдарына демалуға кетті. Биыл бұл 2-ші маусым. Бұған қорғаныс және оқу ағарту министрліктерінің бірлескен жоспарының арқасында оқушылардың мазмұнды демалысы мен сауығуын ұйымдастыруға мүмкіндік болып отыр. Балдәурен орталығында таңертеңнен бастап мектеп бағдарламасының пәндері бойынша сабақтар, ал түстен кейін сауықтыру, спорттық, мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізіледі. Демалыс бағдарламасы 3 аптаға созылады.
Армения астанасы Ереванда 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында еркін күрестен халықаралық жарыс аяқталды. Оған 10 елден 200-ден астам спортшы қатысты. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің қызметкері Камиль Куруглиев 92 салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, турнирдің алтынын жеңіп алды. Бірінші кездесуде ол армян балуаны Князь Ибаянды жеңді. Қазақстандық спортшы Иран балуаны Әмір Азипордан да 13-2 есебімен басым түсті. Беларусь балуаны Алексей Пархоменкомен болған соңғы жекпе-жек Камиль Куруглиев үшін 7-3 есебімен аяқталды. Алматыда орталық спорт клубының базасында қарулы күштердің 21-ші спартакиадасы аясында әскери қызметшілері арасында армиялық қоян-қолтық ұрыстан чемпионат өтті. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есептегі бірінші орынды 32-039 әскери бөлімінің құрамасы жеңіп алды. Ал әуе қорғанысы күштерінің командасы екінші. Әскери полиция бас басқармасының әскери қызметшілері үшінші орынды иеленді. Жарысқа құрамында 112 спортшы бар, 14 команда қатысты. Чемпионат жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубоктармен, медальдармен және дипломдармен марапатталды.